Сәлеметсіздер, құрметті сынып жетекшілер, пән мұғалімдер. Сонымен көбінесе мына пәнді қалай қосу керек, КББ-ға және оны қалай пайдалану керек деген сұрақтар туады. Оны пайдалану үшін біз ең бірінші қайда баруымыз керек? Мысалы, сабақ кестесін құрып алуымыз керек. Сабақ кестесін құру үшін біз мысалы күнделікке кіретін болсақ, жұмыс үстелі деген бар. Жұмыс үстелін ашамыз. Жұмыс үстелінде көрініп тұрады міне. Барлық мұғалімнің, пән мұғалімнің сабақ кестесі жұмыс үстелінде. Ең бірінші тұрған мектептің ішіне кіресіздер, сосын барып жұмыс үстелі дегенді басасыздар. Жұмыс үстелін басқан кезде сіздердің сабақтарыңыз міне тұр. Сабақ кестеңіз астында тұр. Мысалы үшін мен 10-шы А класына физикадан беремін. Ол сейсенбі, бейсенбі, жұма күні. 3 сабағым бар. Аптасына 3 рет. Енді онлайн мектепке кіремін. Яғни онлайн мектепке кіргеннен кейін мен пән мұғалім ретінде кіріп тұрмын. Кез келген пән мұғалім осылай істей алады. Сейсенбі менде бір сабағым бар. Яғни оны қалай қосу керек қазір көрсетейін. Міне сейсенбі, бейсенбі, жұма. 3 күнге 3 сабағымды қосуым керек аптасына. Яғни сейсенбіні басамын. Сабақты қосу. 10-шы А сынып мысалға. Осының ішінде физика таңдаймын. Одан кейін мысалы білім ленттің сабақтарын пайдалануыма болады. Ал егер өзің құратыңыз болсаңыз, интерактивті сабақ деп жаңадан өзіңіз құруыңызға болады. Білім лент сабағын пайдалануыңыз келсе, білім лент сабағын бірінші пайдаланасыз. Бірінші сабақ сақтау. Енді бейсенбі күні, міне бірінші сабағым құрылды. Бейсенбі күні сабақты қосу, екінші сабағымды қосамын. 10-шы А. Бір жерден пәнімді таңдаймын. Екінші сабағым білім лент сабағы, екіншісі міне. Одан кейін жұма күні 3-ші сабағым сабақты қосу. Осылай қоса бересіздер. Неше сабағыңыз бар, сонша аптасына неше сабақ, соны қосып қоюларыңызға болады. 3-ші сабақ. Менің осы аптаның 3-ші сабағым дайын. Яғни сейсенбі, бейсенбі, жұма. Енді не істеймін? Мен КТЖ-ға кіремін. Осыдан кейін 10 әлі басамын. Жаңа физиканы. Осы қараймын, көзді басып. Осы көзді басқан кезде менің бірінші сабағым 10 күні, 12-сі күні екінші сабағым, 13-ші күні үшінші сабағым. Өйстіп 4-ші сабағымды, 5-ші сабағымды қоса беруіме болады. Яғни 5-ші сабақты егер осы жерге қоятын болсам, 4-ші сабағымды міне тоны тағы басып, карандашты басып та қолдануыңызға болады. Осы жерден мен сабағымды көре аламын. Ол оқушыларға да көрініп тұрады, өзіме де көрініп тұрады. Енді мынау кесте құрылған жоқ, мен осы аптаныкін ғана құрдым ғой. Сондықтан КТЖ-дан көрулеріңізге болады. Осы сабақ бастамас бұрын сен КТЖ-ға кіресің. Оның үшін ертең мысалы менің сабағым бар. Ол сабақ мынау. Осы көзді басамыз. Егер барлық оқушыларды осы жерде түсіндіріп көрсеткіңіз келсе, көрсете аласыз. Әр мұғалім өз еркімен. Мыналардың барлығын өзіңіз жазып, жаңа сабақты құруыңызға болады. Міне тапсырмаларды беру, қалай орындау керек, балалар өздері кіріп орындай алады. Осындай түк қиындығы жоқ. Яғни кесте бойынша да кіріп көрулеріңізге болады. Міне кесте бойынша көретін болсаңыз, кестені бастым. Өту. Енді осы жерден біз сабақты түсіндірмес бұрын оқушыларды да шақыруымызға болады. Онлайн мектеп арқылы видеоконференция жасауымызға да болады. Яғни ешқандай Zoom-ға, Teams-ге кірмей-ақ осы жерде балаларды шақыруымызға болады. Синхронды түрде басталуын мысалы қоясыз. 12, 10 десеңіз, содан кейін ол өзі басталады. Осы жерде кіріп көрулеріңізге болады. Әрбір мұғалім оқушымен байланыс жасауыңызға болады. Тапсырмаларды хабарлап, кез келген тапсырманы беріп, түсіндіруіңізге болады. Егер сұрақтарыңыз болса. Менің сабақтарым сабақты қосу деп осы жерге де қоса беруім. Ан жақтан да немесе бұл жақтан да қосуларыңызға болады. Кез келген сабақты басқа мұғалімнің сабақтарын пайдалануыңызға болады. Мысалы 10-шы сынып, бұл жерде
3-ші тоқсан басқа мұғалімнің сабақтарын таңдап қолдануыңызға да болады. Физикадан жоқ 3-ші тоқсанға, 2-ші тоқсанға қарай ауыссаңыз, мысалы, мына кісінің сабақтарын қарауыңызға болады. Өз мұғалім өзі жасаған сабақтар. Өткен 90-дікі. Осылай қарауларыңыз болады, өзіңіз де құрып өшірге қосуыңызға да болады. Сұрақтарыңыз болса, жекеме шығыңыз.